емес қой. Иә. Кто я? Ага, кто я? Есімді ма? Қашып жатсыз, мен сізге милиция шақырып отырмын. Қарындасыма сен бірінші оттап тұрсың ғой. Қарындасым сен оттап тұрсың. Ешкім біреудің жеке алдына тиіп ешкім қатысы жоқ. Шема басқа алған ол адамның жеке дүниесі. Әнші сахнада дұрыс па? Сын. Жеке өмірі әркім жеке өмірі. Қыздармен бірге Жұбаныш Жексенұлының кешегі болған жағдайын айтып отырмыз да. Ойымыз бір жерден шығып жатыр. Только сол жерде өзін ғана прав қылып шығарып тұр ана әйел. А так Жұбаныш ағамның ол жерде қатысы жоқ. Құрметті тілеулестер, көптен бері әлеуметтік желіге жоламай кетіп едім. Дәл қазір шіліңгір шілденің ыстығынан емес, сондай бір намыстың жоқтығына, адамдардың ұсақталып кетуінен, адамдардың түймедей нәрседен түйедей нәрсе іздеп бәле қууынан ысып жанып отырмын. Қазір әлеуметтік желілердің бәрінде сіздер де естіп жатқан шығарсыздар. Қазақтың маңдай алды әншісі, қазақтың атпалдай азаматы Жұбаныш Жексенұлы жайында көптеген ағайындар өздерінің ой пікірлерін жазып жатыр екен. Мен біріншіден айтатыным, мен білетін Жұбаныш Жексенұлы ішкі және сыртқы мәдениеті қалыптасқан сондай бір өнердің таза бір мықты әртісі, әншісі. Азаматтығы бір төбе, адамшылығы бір төбе. Ал енді тойдан келе жатты ма, қазір ер адам емес, 50 грамды ұрғашы да ішіп жатқан заманда сондай дүниеден кір іздеп жатқан біздің қазақ бауырлардың мына жасағаны сондай бір жанға қаяу түсіреді, жүрегіңді ауыртатын дүние. Бұдан әрине Жұбаныш Жексенұлының ештеңесі кетпейді. Керісінше Жұбаныштай менің бауырыма жақсы бір жарнама болды. Өйткені ән салса Жұбаныш салсын, ән айтса Жұбаныш айтсын. Сол өнердің тарапында жүрген менің жеке өзім Жұбаныш Жексенұлының қолына су құйып беруге жарамайтындығымды мен толығымен мойындаймын. Ойыма Иман Жүсіптей бабамыздың мына жыр жолы келіп тұр. Сусыз жерге ауылым қоналмайды, кері кеткен тірлігің оңалмайды. 40 қатын толғатып ұл туса да, бәрібір Иман Жүсіп бола алмайды деп еді. Мен соны айтқым келеді. 40 қатын толғатып ұл туса да, бәрібір Жұбаныштай бола алмайды. Жүкеңмен енді күн сайын, сағат сайын әйтпесе, апта сайын кездескен емеспін. Сырттай ғана өнерде жүрген бір тілеуші бауырымын. Ал енді сол кісінің үстінен шағым түсіріп, бәле қуып жатқан бауырларға айтарым, бастарың заман болсын, үйлеріңізден береке бірлік кетпесін. Құдай бар болса, сіздің ұрпағыңыз Жұбаныштың орындаған әрбір репертуарындағы әнді жатқа айтып, Жұбаныштың репертуарындағы әндерге ғашық болсын деп айтқым келеді. Аман болайық, Ақтөбеліндей аз ғана ұлтпыз, бір-бірімізді бағалайықшы. Амандық тіледім.